Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз өте тойымды және әрі дәмді болып шығатын баялыдан рулеттер дайындаймыз. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жаза кетемін. Алдымен баялыны немесе сол баклажанды және де кабачокты жуып алып, осылай ұзыннан кесіп аламыз. Бізге осындай екі шеті керек емес, оларды алып тастаймыз. Дәл солай баялымызды да кесіп шығамыз. Осылай алдын ала кесіп дайындап аламыз. Оны тұзға салып қоюдың қажеті жоқ. Енді қуыруға қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Шұңқылдау табамызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Шаңышқының көмегімен араластырып, үстіне дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Алдымен ұнды аунатып аламыз. Одан соң жұмыртқада, соңында панировкаде осылай толықтай аунатып шығамыз. Орташа отта қызып тұрған табада екі жағынан қызарғанға шейін қуырып аламыз. Осылай қызарып қуырылу қажет. Қызанақтарды да алдын ала осылай дайындап аламыз. Осындай видеода көрсеткендей етіп кесіп аламыз. Соусы әдеттегідей майонез бен чеснок. Енді рулетімізді жинақтаймыз. Осылай баялының үстіне соусын жағып, салатын листемен қызанамыз бір шетіне қойып, рулет қылып жинап шығамыз. Мен баклажандардан және де кабачоктадан жасадым. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге ответ қайтаратын боламын. Міне осымен біздің рулеттеріміз дайын. Өте дәмді және де өте тойымды тағамдардың бірі. Әрбір қонақ келгенде дастарханның сәнін ашып тұрады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видео рецептілерде көріскенше ас болсын.